Алаш қайраткерлерін туған халқы ешқашан ұмытпайды. Себебі алашордалықтар өздерінің қысқа ғана ғұмырында қыруар іс тындырды. Бұл Мәскеу қаласында оқып жатқан қазақ жастарының пікірі. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде арнайы дөңгелек үстел өтті. Шараны жас тұлпар атты қазақстандық студенттердің бірлестігі ұйымдастырды. Басқосу кезінде жастар жағы әрбір алаш тұлғасына жеке-жеке тоқталып, олардың өмірі мен қызметі және шығармашылықтары жайлы баяндама жасады. Отырысқа қатысушылардың айтуынша, алаш азаматтары қиын-қыстау заманның өзінде бүгінгі азат Қазақстанның іргетасын қалап, қазақ халқының ұлт ретінде сақталып қалуына айрықша ықпал етті. Сондықтан олардың ерен еңбегін бүгінгі ұрпақ білуі тиіс. Қазақ жастарының басы бірігіп, осы алаш ардақтыларын сөз етіп, талқылап, солардың ерен еңбек еткен еңбектерін әрдайым жадымызда сақтап, біздің де мақсатымыз өзіміздің елімізге үлес қосу болып табылады. Сол үшін бүгін жастар басымыз бірігіп, кішігірім дөңгелек үстел ұйымдастырып, Құран бағыстықтап жіберсек деген ниеттеміз.